Сәлем достар, бүгін сіздермен біз карамельный пирог пісіретін боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Жегенге де өте жұмсақ. Алдымен 230-250 грамм ұнымызды алып, барлығын салмаймыз. Жартысын салып, осылай оған 150 грамм майымыз салып, қолмен езіп алатын боламыз. Оған 2 немесе 3 қасық қантымыз салып, арғарай араластыратын боламыз. Ұнтақталған қамырымызға 2 жұмыртқаны бөлек ыдысқа салып, үстіне 10 грамм разрыхитель немесе үлкен қасықпен 1 қасық разрыхителіміз салып, осылай араластырып көпіршітіп алатын боламыз. Жұмыртқамызды осылайша ұнтақталған ұнымызға салып, осылай барлығын араластырамыз. Жұмсақ етіп қамыр жасайтын боламыз. Енді бетіне құятын начинкамызды дайындайтын боламыз. Менде торжеланияның варенкасы 360 грамм, яғни 1 банка варенканы саламыз. Оған 250 грамм сметанамыз саламыз. Және де 2 жұмыртқамыз саламыз. Шамалы әдем дәм беру үшін 30-40 граммдай сливкемізді құятын боламыз. Барлығын осылай езіп алатын боламыз. Дайын қамырымызды осылай табанымызға қолымызбен жайып шығатын боламыз. Қамырымызды осылай вилкамен тесіп аламыз. Осыған дайын начинкамызды құятын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоятын боламыз. 180 градуста 25-30 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей, пирогымыз дайын. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.